Бәріңе сәлем достар, менің аты жөнім Жанбаев Мансұр. Мен Modern Science Академияның 3-ші курс студентімін, болашақ математика пәні мұғалімі. Бүгінгі біздің өтетін тақырып, яғни Ньютон биномы болып табылады. Келесі айтқа көшейік. Яғни бізде бәрімізге мектеп кезден белгілі қысқаша көбейту формулалары бар, яғни бізде 7 осындай формула бар. Оны бізде қарайтын болса, яғни а плюс б квадрат тең а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат немесе а плюс б куб деген сияқты, яғни тек квадрат пен кубтың ғана мәндері бар. Ал бізде яғни а плюс б-ның мысалға 5 дәрежесі болса ше деген сияқты ғой. 5 дәрежесі немесе бізде а плюс б-ның 7 дәрежесі болса деген сияқты сұрақ пайда болады. Осы мәндері біз яғни жақшаны қалай ашамыз деген сияқты сұрақ пайда болады. Біз оны мысалы келесі формуламен ашсақ болады, яғни Ньютон биномымен. Ньютон биномының формуласы, яғни а плюс б-ның n дәрежесі, бұл бізде сумма, яғни cnk, бұл яғни теория формуласы, және ан минус k б-ның k дәрежесі атты формуласымен осындай бізде, яғни осындай түрде беріледі. Және біз оған сәйкес осындай бір а плюс б-ның 5 дәрежесі атты мысалды шығарып көрсек. Яғни бізде бастапқы cnk минус а-ның n минус k дәрежесі көбейтілген b-ның k дәрежесі атты формуласына Ньютон бином арқылы шығарып көрсек. Яғни бізде басына не болады? А-ның 5 дәрежесі плюс сәйкесінше бізде яғни с-ның, яғни бізде уже басын бастап қойдық, а-ның 5 дәрежесі деп, сәйкесінше бізде одан кейін 5-тен яғни 1 деп аламыз. А-дан яғни 5-тен 1 дәрежесі бізде 4 болады, ал б-ның к дәрежесі, яғни б-ның, яғни бізде жай ғана б болып қалады. Плюс с-ның 5-тен 3 дәрежесі, а-ның, яғни n бізде 5, к тең 3-ке тең, яғни а-ның ойбай бізде 3 емес 2 болады, яғни бізде а-ның кубы болады, көбейтілген б-ның квадраты, плюс с-ның 5-тен 3-і, сәйкесінше бізде 5-тен 300 айтамыз, яғни а-ның квадраты көбейтілген б-ның кубы, плюс с-ның 5-тен 4 дәрежесі, 4-ті бізде а-ның жай ғана б дәрежесі көбейтілген б-ның 4 дәрежесі болады. Және соңында бізде қосылған б-ның 5 дәрежесі. Яғни осыны толығымен яғни ашып жазсақ бізде қалай болады? Яғни а-ның 5 дәрежесі бізде қалады. С-ның 5-тен 2-сі, яғни бізде ол 5-тің факториалы бөлінген 5-тен 2-ні азайтамыз, яғни 3 факториал көбейтілген 2-ні жерге жазып қойып, с-ның формуласын, яғни cnk бізде бұл яғни n факториал бөлінген n минус k-ның факториалы көбейтілген k-ның факториалы. Яғни осы формула бойынша ашамыз. Осы формула бойынша ашсақ, бізде яғни сәйкесінше бізде шығады а-ның 5 дәрежесі көбейтілген 3 факториал мен 5 факториалын қысқарып жесек, бізде 4 көбейтілген 5 қалады. 2 мен 4 қысқарып жесек, бізде яғни 2 қалады. Яғни бізде 10 болады. Және де бізде яғни сәйкесінше а-ның 4 дәрежесі бар, көбейтілген б. Плюс 5-тен 2-ні санап жесек, яғни санап жесек, бізде ол болады 5-тің факториалы бөлінген 3 факториал көбейтілген 2 факториал. Жоқ, 3 факториал болады мына жерде. Кешірім сұраймын. Мына жерде бізде 2 факториал болады. Жоқ, күте тұрыңдар. Мына жерде мен қателесіп кеттім. Мына жерде 1 екен ғой менде. 1 болады. Мына жерде бізде 4 болады. Мына жерде бізде 1, сәйкесінше бізде мына жерде 5 10 емес,
емес, бізден бұл жерде 5 шығады. Кешірім сұраймын. Ал бізде бұл жерде яғни 2 мен 3 факториямен 5 факториясы қосып жазсақ, яғни бізде 4 көбейтілген 5, яғни қысқарғанда бізде яғни 2 қалады. Мына жерде яғни соңында 10. Енді дұрыстап жазсақ, мына жерге яғни что-то бұрышқа кеткен жер. Яғни аның нәтижеге дұрыстап жазсақ сәйкесінше, яғни бізде басынан бастап аның 5 дәрежесі көбейтіледі 5 көбейтілген аның 4 дәрежесі көбейтілген б плюс бізде яғни мына жерде 10 шықты, 10 көбейтіледі аның кубы көбейтілген б-ның квадраты. Және қарап тұрсақ, бізде яғни 5-тен 3 пен 5-тен 2, яғни осы екеуі бір-біріне симметриялы болып келеді. Сондықтан бізде қайтадан қайталады, яғни 10 көбейтілген тоқым жерде аның квадраты көбейтілген б-ның кубы, және мынау бізде яғни тоже бір-біріне симметриялы болып келеді. Бір-біріне қайталанады, яғни біз оның алдына коэффициентін қайтадан 5 деп жаза аламыз, және де сәйкесінше көбейтілген а көбейтілген б-ның 4 дәрежесі және қосу б-ның 5 дәрежесі. Міне біз яғни а плюс б-ның 5 дәрежесін осылай ашуға болады. Және біз бұндай жақшаларды тек қана Ньютон биномымен ғана емес, сонымен қатар біз оны Паскаль үшбұрышы арқылы аша аламыз. Яғни қарап тұрсақ, бұл бізде Паскаль үшбұрышы қалай жұмыс істейді. Бізде яғни басында осындай бір-бір сандар берілген, осындай екіге бөлсек, яғни осы екі шеттеріне тек қана бірлер болады, ал ортасына мысалы қарайық. Мына 2-1-ді қоссақ 2 шығады. Сәйкесінше 1 мен 2-ні қоссақ 3 шығады. 1 мен 2-ні қоссақ 3 шығады, және шетінде 1 қалады. Енді шетінде 1 қалып, 1-ді қайтадан жазамыз. 1 мен 3-ті қосамыз, 4 болады, 3 5-ті қосамыз, 6 болады, 3 мен 1-ді қосамыз, 4 болады, және сәйкесінше соңында 1 қалады. Бұл яғни бізде қарап тұрсақ, мынау бізде квадратқа келеді, мынау бізде кубқа келеді, мынау яғни бізде 4-ші дәрежелі, жаңа бізде ашқан, яғни 5-ші дәрежеліге келіп тұр. Мынау бізде 6-шы дәрежелі сияқты осылай бізде яғни кете береді, шексіз кете береді бұл Паскаль үшбұрышы. Және осыған байланысты біз бір осындай а плюс б-ның 7-ші атты мысалы қарастырсақ, яғни бізде 1, 2, яғни 2-ші дәрежелі, 3, 4, 5-ші дәрежелі, 6-шы және 7-ші дәрежелі бізде яғни қарап тұрсақ, бізде яғни басына жайғанда 1 тұр, яғни басына жайғанда 1, бізде ол а-ның 7-ші дәрежесі деген сөз. Яғни плюс дейміз, яғни бізде 7 түрген, яғни 7-ні жазып қоямыз да, оны көбейтеміз, а-ның 6 дәрежесі көбейтілген б дейміз. Яғни бізде бұл былай жұмыс істеу керек, яғни бізде а-ның дәрежесі кеміп, ал б-ның дәрежесі сәйкесінше өсу керек. Қазір сендерге оны көрсетем. Яғни бізде ол жалғастыратын болсақ 21 тұр. Яғни 21 жазып қоямыз да, а-ның 5 дәрежесі дейміз, көбейтілген б-ның квадраты дейміз. Плюс 21 дегеніміз не? 35 кетті. Яғни 35 көбейтілген а-ның 4 дәрежесі көбейтілген б-ның кубы. Плюс 35-тен қайттан 35 кетті. Яғни жазып қоямыз 35 көбейтілген а-ның кубы көбейтілген б-ның 4 дәрежесі. Плюс 35-тен кейін бізде 21 кетеді қайттан. 21 көбейтілген а-ның 2 дәрежесі квадраты көбейтілген б-ның 5 дәрежесі. 21-ден кейін бізде 7 кетеді қайттан. Плюс 7 көбейтілген а-ның 1 дәрежесі көбейтілген б-ның 6 дәрежесі. Және соңында бізде тек қана б-ның 7 дәрежесі ғана қалады. Яғни біз осылай Паскаль үшбұрышы арқылы осындай үлкен дәрежелі жақшаларды ашуды осылай үйрендік. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып кетіңіздер, соңына комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздерге ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Жанбаев Мансұр, және қош сау болыңыздар.